Сәлем! Сіздермен бірге Қазақ Quest жобасы. Және бұл жобаның жүргізушілері. Мен Аружан Ғали. Және Бауыржан Салайдын. Бұл жобаның негізгі мақсаты сіздерге еліміздің көрікті жерлерін таныстыру. Және біздің бірінші нүктеміз ол Өскемен Қазақстанның шығысындағы ең көне және маңызды қалалардың бірі. Ол 1720 жылы Ресей империясының шекаралық бекінісі Усть-Каменогорск ретінде салынған. 19 ғасырда Өскемен өңірінде шекаралық әскери бөлімшелер, сауда нүктелері және алғашқы білім беру орындары ашыла бастады. Кейінірек кеңес дәуірінде қала ірі индустриалдық орталыққа айналып, металлургия мен машина жасау қарқынды дамыды. Өскемен тек металлургиялық орталық қана емес, сонымен қатар Қазақстандағы мырыштың 41% мен мыстың 45% дәл осы жерде өндіріледі. Мұнда әлемдік деңгейдегі кәсіпорын Үлбі металлургия зауыты орналасқан. Бұл зауыт титан, бериллий, уран сынды сирек металдарды өндіріп, тіпті ғарыш өнеркәсібіне де өнім жеткізеді. Оның өнімі ақш, Жапония және Еуропа елдеріне экспортталады. Дәл қазір біз Өскемендегі Қазақстан тауына келдік. Бұл тау қаладан 900 метр биіктікте орналасқан. Бауыржан келе жатыр. Бұл тауға қарап әр бала өз арман айтады. Бұл тауға қарап әр қария өзінің тарихын шертеді. Жалпы бұл тау түрлі өсімдікке, жан-жануарларға бай тау. Бауыржан келе жатыр. Бұл тауға жиі қала тұрғындары келіп серуендейді, түрлі спорттық шараларды ұйымдастырады. Бұл тау өзінің көрінісімен адамды өзіне баурап алады. Бауыржан келе жатыр. Сонымен қатар бұл тауға көтерілсеңіздер, сіздер тек қана таза ауаны демалып қана қоймайсыздар. Сонымен қатар осындай көрініске ие болып, өз көздеріңізбен қарап, Өскеменге бір ғашық боласыздар. Бауыржан келе жатыр. Тез келшеш, Бауыржан. Әрең жеткен соң. Ғашықпын саған, ғашықпын еркем өзіңе, Алматы қала, куә боп біздің сезімге, саябақта. Біз қазір қай жерге келгенімізді білесің ба? Бұл бізде стрелка. Стрелка. Иә. Неге стрелка? Өйткені бұл екі өзеннің тоғысқан жері. Атыс па? Атыс емес. Жоқ, бізде қазір екі өзеннің тоғысқан жері Ертіс пен Үлбі өзенінің тоғысқан жеріне келіп, сіздерге мына табиғи көріністі көрсетеміз. Вау, просто вау. Өте әдемі көрініс. Түстері екі түрлі, бірақ бір-бірімен мүлдем тоғыспайды. Тиіссіз бар, тиіссіз. Ойбай. Саябақтағы қосақ қолардың ізімен жүзейік жаным. Тұр ғой міне тұр ғой. Ана көрсет, міне. Ар жағы кішкене қаралау, бер жағы Көкшілдеу ма? Көкшілдеу, иә. Үлбі туралы бір қызықты факт айтып кетейін, достар. Үлбі өзені ол Алтай тауларының бастауын алып, осы қала тұрғындарына бір ерекше леп береді екен, күшті адамдар демалып қайтады екен. Сонымен қатар бұл жерде Ертіс негізі өзі кішкентай өзен ғой, бірақ шақырымы ұзын. Кішкентай өзен, но ұзын. 4000 шақырымға дейін барады бұл Ертістің ұзындығы. Және де әдемілігін айта алмадым. Мен осы жерде, давай фотоға түсіп алайық, или видеоға түсіп алайық, сторисқа салуым керек мен. Мен бұндайда көру үшін мен Тынық мұхитына, Атлант мұхитына барам деп ойлап жүрсем. Біздің Өскеменде бар. Қазақтың жерінде, айтшы. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго вам дня. У нас к вам один вопрос. Можно мы зададим? Пожалуйста, расскажите интересные факты про Усть-Каменогорск, которые должны знать все люди, даже туристы из других стран. Смотрите, вот видите здесь вот возле бывшей фабрики «Рассвет», там бобровые хатки. Бобры живут. На островах тоже бобры живут, да. Вот эти деревья, которые спилены, это все работает бобров, да. Я думал, это люди. Нет. Это бобры, оказывается. Бобры, да. Здесь много очень разных животных живут всегда. Даже один раз я видел, как лось переплывал Иртыш. Олени и все, да. Ну, лось, конечно, в зоопарк убежал, а вот олени, это местные приходили и все. Извините. Если бы у вас был шанс переехать с Ускомана, вы бы переехали бы? Нет. Вообще? Вообще. Почему? Это мой родной город. Ага, еще? Я здесь, вы знаете, я здесь живу уже больше 60 лет, да. Я здесь строил, да, и заводы, и дома, и больницы. Нет, это мой город. Это строили мои друзья.
Вот это то, что было. Так что Все, спасибо большое. Спасибо вам. большое. Хорошего дня. Өскеменнен көшуге болмайды. Керісінше Өскеменге келу керек. Өскеменді екі есе көркейту керек. Өскеменге бар күшімізді салуымыз керек. Өйткені бұл біздің еліміздің өкпесі, жүрегі, бар байлығы. Тұрғындардың айтуы бойынша Өскемен қаласында сонау Кеңес одағынан бері келе жатқан автобустар бар екен. Соны біз қазір кіріп, сол кездегі атмосфераға бөлінгіміз келіп тұр. Антиквариаттар ғой, короче. Қымбат автобустар, түсініпсіңдер ма? Иә. Рахымдаймын. Расыменде? Қарындас, таныс болам. Жоқ. Негізі былай қарасаң, біздің ата-әжелеріміз барлығы танысқан ғой, иә? Автобуста отырып. Осындай ескі автобустарда неше түрлі романтика болған ғой, примерно. Не керемет. Бірақ не дегенмен де ескі автобус болғанымен іші жаңартылған. Өйткені арнайы қондырғылар қойылып, жағдай жасалған екен. Достар, біз дәл қазір Өскемен қаласының Халифа Алтай мешітінің жанында тұрмыз. Бұл мешіт Қазақстанда көлемі бойынша 4-ші орын алады екен. Иә, сонымен қатар бұл мешіттің ерекшелігі оның көгілдір күмбезінде. Бұл мешіт Қазақстанның қайраткері, ғұлама ғалымы Халифа Алтайдың құрметіне берілген. Және де мешіттің ішкі көрінісі кең, жарық және кілемдері жұп-жұмсақ, мамық. Сонымен қатар бұл мешіт негізі 2009 жылы салына бастады, ал 2012 жылы өзінің есігін айқара ашты. Және де байқасаңыздар, бұл мешіттің ерекшелігі тағы да қазақи ою-өрнектермен өрнектелген. Достар, егер сіздер Өскеменге келсеңіздер, міндетті түрде осы Халифа Алтайдың атына берілген мешітке келіп, бір кіріп шығыңыздар. Оның сыртқы көрінісі, іші өте әдемі, және де барлық тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болатын жер. Өскемен өндіріс пен өркениет түйіскен, тарих пен болашақ қатар жүрген ерекше қала. Қала тұрғындары демалыс күндері жақын маңдағы Зырян, Сағыр шатқалы және де Бұқтырма су қоймасына барып табиғат аясында тынығады екен. Шығыс Қазақстанның нағыз ғажайыптары әлі алда. Ал біз жолға шықтық. Сын айтып сырттан өзгеге, сен қаласаң бек шыңда. Негізі голубой заливқа шығулар еді. Тоже күшті жер. Ағаш. Алыс па? Қатонқарағайдан? Жоқ, ол мына жолды міне қазір где-то бір 20 шақырымнан кейін 10-ға 8 шақырым жүру керек. Атақты голубой залив деген жер. Соғанда кіріп шығуға болады. Негізі жақсы жер. Несімен жақсы аға айтсаңызшы? Ой, жазда ең керемет жердердің бірі осы ғой. Біздің Қазақстанның. Сарымсақты деген су бар Қатонқарағайдың өзінде. Сол суға шомылса таңға жуық. Тап-таза мөп-мөлдір болып тұрған кезде қандай керемет. Денсаулыққа өте жақсы. Ондай жерге шомылатын адам дайын тұрғаға, көрістейік міне мына кісі. Дайын тұрсын ғой, Жоқ, мен шомылмаймын. Шомылады, уайымдамаңыздар. Сіздер үшін бәрін істейді. Максимум бедолым жоқ. Біз дәл қазір Бұқтырма деген су қоймасына келіп тоқтадық. Мүлдем планда болмаған негізі. Бірақ уақытылы біз келіп тұр екенбіз осындай жерге. Себебі қандай пейзаж ашылып тұр осы кезде. Кино болып тұр ғой, бір сөзбен айтқанда. Бұл жерде шуламау керек. Бұл жерде жай ғана демалып отыру керек. Бек шыңда тұруға өзгер, арманыңа қол созып қошақты жая. Достар, осы 7 сағаттың ішінде біз Қатонқарағайға келіп жеттік. Дәл қазір біз Шыңғыстай ауылында тұрмыз. Жалпы Шыңғыстай деген ауыл, ол біздің бәріміз білетін Оралхан Бөкейдің туып өскен жері. Біз сіздерге Оралхан Бөкейдің музейіне арнайы барып көрсетеміз барлығын. Ал негізгі себебіміз біз құдай қонақ болып тұрмыз. Өзіміздің әдемі шоғымызды алып, қазір үйіне кіреміз. Бізде бірге болыңыздар.
жүріңіздер. Сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Құдай қонақ келіп қалды. Апа, бұл сізге бір құшақ гүліңізді қабыл алыңыз. Ауылымыз алыс, жер шалғай, 6 қырдың артына 7 қырдың жеркесінен жетіп келген өздеріңе де рахмет. Бізді іздеп, ауылды іздеп келіп тұрған. Рахмет өздеріңе. Әңгімелесіп, шайымызды ішіп, бір марқайып қалайық. Жүріңіздер. Тамақ жейді. Бұл жігіт аш, шынымды айтайыншы. Апа, осы Оралхан Бөкейдің музейі бар дейді, бұл жерде бізге бара аламыз ба, мысалы, ашық па? Баруларыңа болады, тек кеш болып кеткені болмаса. Бұл музей қаншама жылдардан бері қаншама адамдарға қызмет етіп келе жатыр. Оралханның өзі сол үйде дүниеге келген ғой. Недер болған, 4 қыз бір ұл болған ғой Оралхан. Мәншүк деген қарындасы болған, Аймен, Чолпан деген 2 апай болған. Сосын бір Ғалия деген бір жиен қарындасы сол апасының қолында өсіпті да, сол үйде өскен. Жеңісті жақын еткендер, тым ерте сөніп кеткендер, сөнбейтін алау барына мәңгілік сеніп кеткендер, ел үшін құрбан болғандарың үшін, мәңгілік үнсіз қалғандарың үшін, мәңгілік от болып жанғандарың үшін еске алып бір минут үнсіз тұрайық. Асымызға халалдық берсін, басымызға амандық берсін, дендеріңе саулық берсін, жортқанда жолдарың болсын, жолдастарың қыдыр болсын, қайда жүрсеңдер аман болыңдар, алған беттерінен таймаңдар, әрқашанда осы Қазақстанымыздың бір белгілі азаматтары болыңдар, қазақ үшін күресіңдер, Қазақстан үшін өмір сүріңдер, әке-шелердің ғана балалары емес, бүкіл еліміздің, жұртымыздың балалары болып, аман сау, дендерің сау, осылай жүре беріңдер түсін. Достар, біз қазір Оралхан Бөкейдің туып өскен үйіне келдік. Бұл қазір бізде мұрағат болып сақтаулы, иә? Сол жайында бізге толыққанды ақпараттың барлығын Альмира ханым түн демей бізге келіп түсіндіріп берейін деп тұр. Сіздер үшін қайырлы түн. Қайырлы түн. Мына сіздердің қазір келіп тұрғандарыңыз Оралхан Бөкейдің балалық шағы мен студенттік шағы өткен туған үйі Бөкей ақсақалдың қызыл қарағайдан қиып салған қара шаңырағы. Мына алдыңғы бөлме бізде Сеңке деп аталады. Бұл бөлмеде Оралхан Бөкейдің мұражайы ашылған кезде қонақтардың берген сыйлықтары қойылды. Осы бөлме, иә? Иә, осы бөлме. Енді ас үйіне барайықшы. Ас үйіне барайық. Қызық бұтыр, өйткені Оралхан Бөкейдің өзінің анасы бала кезден қолданған ыдыстары бар екен. Өз көзімізбен көрейік. Бұл бөлме Оралхан Бөкейдің ас үйі. Бұл бөлмеге Оралхан Бөкейдің туған анасы Күлия апамыздың көзінің тірісінде қолданған, тұтынған заттары, шкафы қойылған, және апамның астауы әңгімесіне арқау болған астау да осы бөлмеге қойылды. Өздеріңіз білесіздер, Оралхан Бөкей апасының тәрбиесінде болған, және апасын өте пір тұтқан, апасы өте ер азаматқа бергісіз мықты адамдардың бірі болған. Сонда апасы қайтыс болған кезде Оралхан Бөкей жазады: неге біз апамның көз тірісінде киіз басқанды, текемет жасағанды, алаша тоққанды неге біз сонда жазып алмадық? Енді апам кеткеннен кейін тұлыпқа мөңіреген бұзаудай апамның астаудың жырығына қарап аңырап отырғанымыз деп жазады. Сол астау міне осы бөлмеде. Және осы бөлмеде жергілікті тұрғындар сүйіп ішетін грузин шайы да осы бөлмеге қойылған. Көрсек бола ма? Иә, міне. Сат болса әрине. Міне грузин шайы. Сол кезде осы жергілікті халық тұтынған, сүйіп ішкен чайларды осы ғой. Қазір бірақ жоқ, иә? Жоқ. Мұнанда шайды қолданбайды ғой қазір. Және Күлия апамыздың өзінің қолынан кестелеген кестелі орамалы да осы бөлмеге қойылды. Оралхан Бөкей анасының қолынан шыққан қармасын, және қаймақ қатқан қою қара шайын жақсы көретін. Ал Алтай тауына достарымен бірге шыққан кезде қақталған етті жақсы көреді. Көп адамның негізі арманы ғой, енді бұл жерге келіп өз көзімен көру, ұстап. Сезіну, иісіні өзі, сол кездегі бір иіс секілді. Әлі барлығы өз қалпында. Оның барлығы және де осы музейге қарап жүрген сіздердің арқаларыңызда. Аман жүріңіздер.
Рахмет. Сіздерге рахмет. Жолдарыңыз болсын. Рахмет. Жолдарыңыз ашық болсын. Әрқашан осындай бір Шыңғыстай деген бір кішкентай киелі жерге келдік. Алтайдың түбінде тұрған бір үлкен ауылға келдік. Оралхан Бөкейдің ізін басқан жерге келдік деп сіздер де мақтанып жүріңіздер. Себебі өте бір киелі жер, қасиетті жер. Не дегенмен түндемей осылай есіңізді айқара ашып қарсы алғаныңызға алғысымыз шексіз. Рахмет сіздерге де рахмет. Аман жүріңіздер. Мынаны тартсаң, парашют шығады екен, қара. Достар, таңғы 5 біз Қатон-Қарағайдамыз. Бүгін сапарымыздың екінші күні. Негізі ауыр райы Қатон-Қарағайда бүгін өте жылы болу керек еді, бірақ Қатон-Қарағайдың ерекшелігі ол сағат сайын өзінің ауа райын өзгертеді. Бірақ оған қарамастан біз сіздерге көрсетеміз Қатон-Қарағайдың бүкіл әдемі жерлерін деп келдік. Значит, біз көрсетеміз. Сол үшін бізге бірге болыңыздар. Қатон-Қарағай ұлттық паркі. Қазақстандағы ең ірі қорғалатын табиғи аймақ. Бұл мекен табиғаттың шынайы ғажабы. Мұнда 1300-ден астам өсімдік өседі. Оның 40-қа жуығы қызыл кітапқа енген. Таулары мен ормандарында қоңыраю, сілеусін, марал, тіпті сирек кездесетін қар барысы мекендейді. Осындай биологиялық әртүрлілік пен экожүйенің тазалығы арқасында Қатон-Қарағай ЮНЕСКО-ның адам мен биосфера бағдарламасына енген бірегей өңір атанды. Бұл өңір Оралхан Бөкей, Қайым Мұхамедханов, Әлкей Марғұлан сияқты зиялы қауым өкілдерінің отаны. Сол жақтың жаңбыры қатты жауып кетіп отыр ма? Қалай отырсыз? Біз, жолда келе жатып, осындай тауларды, мал шаруашылығын, үйлердің даже қараңыздаршы, қандай басқаша, да? Көзбен көріп тұрғандар. Негізі, біз қазір Берелдеміз. Бұл жердің атмосферасы, жалпы ауа райы осыны болғанмен де өзінің бір ерекше сезім сыйлайтын атмосферасы бар. Шынын айтайыншы, күшті болып тұрым. Бұны әр адам өз аяғымен келіп тұру керек. Сол кезде ғана біз түсінеді. Тіпті сөзбен жеткізу мүмкін емес, бұл әдемілікті. Біз, айтшырай. Біз, жүріп жатырық та, тоқтай салып жатырық қой, бірден. Жаңбырды тоқтат. Мынаны көресің, тоқтайсың, түскің келеді, көргің келеді. Вау, просто. Былай ғой. На жақ, дождик киіп алдық, су өтіп атқан жоқ. Күшті, керемет, ұйымдастырушыларға рахмет. Бірақ, маңғырсыңдаршы. Мынау не мынау? Йо-майо. Бұның бәрі сіздерге деген жертвамыз ғой. Беріп атқан. Мына аяқтан су өтіп кетті уже. Қаншама жерден суды кешіп жүріп атыр. Жаңбырдың астында жүріп. Бірақ бұның бәрі по кайфу, дай. Түсініпсіңдер ма? Мен атауы маған ұмыт кетіппін мен. Есімде емес, қарамағам. Өткені мына жаққа қарау керек та бұл жақта. Мына жаққа біз. Бұл сізге Швейцариядан да 2 есе өте әдемі жер. Артыңызда қондырыш. Қараңыздаршы. Демалыш. Мынауский. Демалыш деп атыр, демалайық. 1, 2, 3. Таза ауа. Керемет табиғат. Бір ескеретін жағдай, достар, сіздер жазда келсеңіздер де өздеріңізбен бірге қалың киім алып келіңіздер. Міндетті түрде қалың аяқ киім, қалың күртешелеріңіз. Өйткені таң болған соң суық. Міне, қарайлы тұр. Охотаға шыққан сияқты мүшеміз. Ладно, көй ала беремін. Білсің ба?
Біз қайдамыз? Біз Рахман қайнарындамыз! жеттік! Қолды созып барғаныңда мақсатыңа бай жүре бер іштей сөніп қалғаныңда Ja, күшті жерде жүрік та, бірақ та. Әдемі? Сен неге настроение жоқ? Бәрі жақсы. Бірақ мына жақ әдемі болып тұр да, мына жақ орман өртеніп кеткен байқасаң ше. Соған кішкене көңіл күйің түсіп тұр. Не себепті екенін білмеймін, бірақ не дегенмен де адамдарға айтқым келеді. Орманға келсеңіздер, табиғатты аялап, абай болыңыздаршы, артыларыңызды жинап жүріңіздер, шылым шексеңіздер, өзінің арнайы орындар тастап жүріңіздер. Өйткені бұл да табиғат, бұл да тіршілік. Сондықтан жануарлар болады, абайлап жүріңіздер. Біз қазір Қатон қарағайдың балын дәмін көруге келдік. Тек қана көріп қана қоймай, сонымен қатар Біз оның қалай жасалатын жолдарын сіздерге көрсетеміз еще. Қызықты ақпарат беруге тырысамыз. Лайв формат. Біз де Қатон қарағай келіп, Қатон қарағайға ғашық болдық. Енді осы өңірдің тек қана пайдалы табиғи өнімдерін көрсетуге тырысамыз. Сәлеметсіз бе, көке? Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Отырғанмын, мен уже 85 лет. Жас көрінесіз. 10-шы класс оқисыздар ма, 11 оқисыздар? 8-ші сынып оқимыз аға. Союз кезінде жылына бір рет балдың выставкасы болады Москвада. Ол жерде балдың качествосын айыратын адамдар болады ғой, специалистер. Сонда Союз бойынша сол заманда Қатон қарағайдың балы бірінші неде тұрған. Качествосын құрамы жөнінде. Балдың 60% ғалымдар зерттеп шығарған, 40% еще белгісіз оның составы. Сонда бұрын Союз бойынша Қатон қарағайдың балы болған. Одан кейін екінші орында Бурятия тұрған. Ал қазір Бурятияның балы бірінші орында тұрды. Қатон қарағайдан көп балды Москваға ешкім апармайды ғой анализге. Сондықтан біздікі баяғы ерте замандағы Қатон қарағайдың балы деген немен жүр. Бірақ қазір Бурятияның балы естілдетер. Кстати, бұндай қол жуатынды мен бұрын кішкентай кезімде ауылда көретінді. Мұн жақта әлі сақталыпты. Бұл бал. Мынау енді қазір жастар балды, сендер балдың қазір, сендер сияқты жастар, тоже ара ұстайды. Бұлар балды қолдан істеуді үйреніп алды. Сіздер қалай істедіңіздер? Мынау біз ешқандай араны қант пен подкормка жасамаймыз. Өзінің балы сонымен ғана подкормка жасайды. Мынау таза, мына Алтай тауынан жиналған бал. Мынаның иісі да, несі де бөлек. Көрейік бе аға иісін? Төгі болмасаң көріп. Аузынан шедір. Ойбай! Мына жарсын ішің мас боласын дегенде, көрішпе. Көрші! Мықты, я? Жақсы. Анау кеатыр саған қарай. Қалай екен? Тамақты аздап қыру керек, настоящий бал. Жетпеді тамаққа әлі. Әлі жетпеді. Сигарасына қойды, ондың жарсыншы. Мына Қатонда сатып тұрған арзан балдар, ол жаңағы айтқан или подсолнечный дейді. Күнбағыстан жинайды. Оның составында күнбағыстың ғана несі бар. Басқа таза емес. Таза, но качество несі жаман. Қырды. Жақсы екен. Качество жақсы екен, қырды. Қатты тәтті ме екен? Қатты тәтті емес сондай екен. Мына келетке жоқ та. Идеально. Біздікі мынау шөптен жинайды. Әртүрлі шөптен енді олар. Күшті екен ол. Өте мықты екен. Ол қарындас.
Сіздің сәлеміңізді алайын деп келіп тұрмын жаныңызға. Есіміңіз кім болады? Мен таныс емес адаммен таныспаймын. Мен Қызылорда қаласынан биші жігіті болам. Маған бишілер ұнамайды. Сізге қандай жігіттер ұнайды? Мал шаруашылығы бар жігіттер ұнайды. Шаруашылық бар ғой. Не дегіңіз келіп тұр сонымен? Сіздің қай сүйектен болғаныңызды сұрайын деп едім. Сүйек емес, менің руым Беріш Қаратоқай. Махамбеттің ұрпағымын. Бәрекелді. Батыр ұрпақтан екенсіз. Шүкір. Сіз? Мен Қоңыраттың божбаны болам. Ендеше менің мына сәйгүлігіме отырып, ана қырдың басына ұрып қайтпадық па? Сәйгүлігіңіз күрт тұрған жоқпын? Тұрған жоқ па міне? Айналып мінген ғой. Келіңіз. Сондықтан мына балды, например, менің ұлым мына полторашка ғой, мынау 1,5 литр балды. Мынау өлчесің тура 2 килограмм шығарады салмағы. Мынаны 9 мыңға сатады, бір полторашканы. Кейбіреуді 9 мың десең шалқасына түседі. Ал ақшасы барлар мынадан 10-15-20 бөтілкөн алып кетеді. Мына жерде жаңағы Мұзтауға бардыңдар ма демалыс орнына? Жоқ, Мұзтау деген демалыс орны бар, соған бір мықты бизнесмен ақшасы бар адамдар келеді ғой. Сол дұрыс дәмін көреді, одан 30-40 килограмм бір әкетеді. Содан кейін Астанадан, Алматыдан бұрыннан келіп жүрген лидер өздерге үйден әкетіп отырады. Біз багазинге қоймаймыз мынаны. Үйден әкетеді, өз клиенттеріміз бар. Мынаның сол несіне байланысты. Ал ана кейбір жағдайда врачтар не қояды ғой бір ауруларға. Катоның балын же деген. Содар іздекке болады. Емдік қасиеті бар ғой, бұның емдік қасиеті өте жоғары. Мұны күніне 20 граммнан жеп отырсаң, мен сияқты 85-ке кеп зырылдап отырасың. Чоткі да бұл. Өлтіреді да бұл. Әкетеді да. Тұрсын қарсаңдар. Сен білесің бе? Білемін жаным. Қатонқарағайдың балы жаз айында кем дегенде 30-40 келі болады екен. Кем дегенде. Одан қалса, көп деген балдардың түрі бар ғой, жаңа көкеміз айтып кетті. Бірақ ең дәмдісі, ең пайдалысы және тазасы осы Қатонқарағайда екен. Салыстырмалы, көкем айтып кетті, оны ChatGPT-де айтып кетті мына жерде. Осымен біздің сапарымыз аяқталып қалды, Шын айтсам сенбей тұрмын, қимай тұрмын. Мен Өскеменді, Қатонқарағайды 2 күнде сондай қатты жақсы көріп қалдым деп ойлаған жоқпын. Біраз қызықтары болды, біраз история болды. Үлкен рахмет барша күтіп алған адамдарға, осы Қатонқарағайдың жергілікті тұрғындарына рахмет үлкен. Өте қонақжай халық. Енді қазақ жалпы қонақжаймыз ғой біз. Сонымен қатар айта кету керек, біздің туған жердің табиғаты барлық әлемдегі басқа елдерден де асып түседі. Бастысы уақыт бөліп міндетті түрде келіңіздер. Расымен де өзіміздің еліміздің табиғатын аялап, сақтап, және де өзіміздің туризмімізді өзіміз дамытайықшы. Өзіміз келіп көрейік, бәрімізді шақырамыз. Өскемен, Қатонқарағай, біз сізді қатты жақсы көреміз. Біз қоштаспаймыз, біз ораламыз.